Барлықтарыңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге TradingView деген сайтты көрсеткім келіп отыр. Жалпы бұл сайтта біз кез келген инструментті, мысалы акциялар болсын, криптовалютадан және де форекс рынокты барлығын мысалы басып, мына жерге бәрін қосу арқылы анализ жасай аламыз. Жалпы бұған кіру үшін біз TradingView деп жазамыз. TradingView деп шығады бізде. Және осы жерде бізде менде қазір өзім тіркелген почтама кіріп тұр екен. Мына жақта бастапқыда бізде осылай шығады. Басында біз регистрация дегенді өтеміз. Сіздерде Gmail почталарыңыз болуы мүмкін, немесе mail.ru. Соны басу арқылы осы жақтан регистрация өтесіздер. Мына жақта өзінің тарифтері бар. Ай сайынғы міне мынау $12 біз 2 график қоса аламыз, 5 индикаторды қоя аламыз. Және де бэктест жасауға болады. Әртүрлі өшірден оқып көрсеңіздер болады. Менде өзімде осы ең кіші осы подписка тұр. Мен қазір продолжить как өзімнің почтам арқылы кіремін. Осыдан кейін мен продукты суперграфики дегенді басамын. Міне мына жерде менде график ашылды. Бұл графикте біз көріп отырмыз. Бізде мынау жасыл және қызыл свечалар бар. Және мына жақта басынан бастап айтып кетейін, TradingView'да қандай инструменттер бар екенін. Жалпы жаңа айтып кеткендей, біз акцияларды, форекс және криптовалюта осы үш биржаны кез келген акциялар болсын, мысалы міне Tesla бар, FRM және басқа да NIO деген компаниялардың осы графикте ашып қарай аламыз. Және Gold, мына жақта серебро, DXY, S&P 500, евро-доллар дегендерді де біз осы сайттан қарай аламыз. Криптовалютаны да осы жақтан міне биткоинді, эфир, солана және тағы басқа криптовалютаның түрлерін де осы жерден ашып анализ жасай аламыз. Жалпы TradingView'да бізде міне мынау жоғары жақта XAUUSD деген ол біздегі золотаның аты. Осы жақта поиск инструментовтен біз осы XAU'ды немесе басқа, мысалы бізге керек акция болса Apple'ды таңдап осылай қарасақ болады. Және мына жақта 1 минут, 3 минут, 5 минут деген бізде таймфреймдер. Біз анализ жасаған кезде осы таймфреймдерді қолданатын боламыз. Жалпы мысалы мынау қазір бізде 1 сағатты көрсетіп тұр ғой. Мысалы мына әр свеча бізде 1 сағатты құрайды. Енді осыны қазір былай белгілеп қойын. Осы аралықты 4 сағатқа қойсам, неменде свечалардың саны азайды. Бірақ на каждый свеча енді 4 сағаттан құралады.
дневкаға кіремін, бір күндік. Бір күндікте міне бұл бізде бір екі ғана свечаны құрап тұр. Бір аптада, міне осылай, бір айда бізде осындай свеча пайда болды. Бұны анализ жасау барысында дұрыстап түсіндіретін боламын. Және де мына жақта бізде японский свечи дегеніміз мынау жасыл свеча мен қызыл свечаны айтамыз. Мынау жақта тағы да бізде бары деген бар. Және де линия деген бар, бірақ біздің қолданатынымыз японский свечи. Содан кейін мына жақта индикаторлар, кез келген индикаторды осы жерден қосуға болады. Содан кейін мына сол жағымызда бізде әртүрлі осындай нелер қоюға болады. Панельге экспресс панель қоюға болады. Мысалы, мына жақта прямоугольник дегеніміз мынау, егер біз әр уровеньді былай сызатын болсақ, осылай сызып қоятын болсақ, бізге осы аралықтан прямоугольник дегенді тауып алуымыз керек. Мына жақта қараймыз. Бізде мына жерде прямоугольник бар. Осы экспресс панельге шығаруымыз үшін осы сары жұлдызшаны белгілеуіміз керек. Біз егер алып тастасақ, мына жерде ол болмайды. Мынаны басамын, менде прямоугольник шықты. Осы жерде не керек? Маған осы жақта осы міне звездочкалармен белгілеп қоямын. Мына жерге кірсек, бізге Фибоначчи керек. Мына жерде ештеңе жоқ. Мына жақта длинная позиция, короткая позиция. Мына жерде кисть, маркер, стрелка, прямоугольник, траектория. Алып тастасақ болады. Содан кейін текст жазу үшін сноска. Міне. Жалпы осы бізде. Осылар арқылы біз графиктерді сызатын боламыз. Жалпы TradingView деген сайт осы. Келесі сабақтарда қалай біз японский свечиді қолданамыз, сосын мына аралықтағы траекторияны, линияларды, короткая позиция, длинная позиция, осыларды қалай қолданамыз көрсететін боламын.